Қазақтардың ең жоғарғы құндылықтары қонақжайлылық, үлкенге құрмет, туыстық байланыс, салт дәстүр, табиғатты қастерлеу жатады. Ең жоғарғы құндылықтары Қазақстанның: қонақжайлық, үлкенге құрмет, туыстармен байланыс, салт дәстүр, табиғатты құрмет, табиғатты қастерлеу. Сонымен қатар қазақ мәдениеті де адалдықты, мейірімділікті, әділдікті, ұлтжандылықты жоғары бағалайды. Қазақтың дәстүрлі құндылықтары көшпелі өмір салты мен мал шаруашылығын құрметтеу және табиғат бірліктерінің маңыздылығын да байланысты. Сондай-ақ қазақ мәдениетінде отбасы мен қоғам амандығы үшін жанқиярлық, білім мен дамуға деген ұмтылыстың маңызы зор. Адалдық, айырмашылықтарға төзімділік және еңбекқорлық маңызды құндылықтар болып табылады. Бұл элементтер қазақ мәдениетінде құндылықтың бай мозаикасын құрайды. Адами құндылықтар әртүрлі, бірақ кейбір негізгі құндылықтар мыналарға жатады: мейірімділік, басқаларға мейірімділікпен қамқорлық көрсету; адалдық, жоғары моральдық принципті сақтау және шынайы болу; әділдікті теңдік және әділдікті құрметтеу; сүйіспеншілікпен қабылдау, жақын қарым-қатынасты көру және қолдау; өзін-өзі бағалау, өзіңді және өзіңіздің ерекше қасиеттерді бағалау; өзін-өзі бағалау, өзіңді және өзіңіздің ерекше қасиеттерді бағалау; білімдік қасиеттер бағалау; білімдік үздіксіз оқу мен дамуға ұмтылу; бостандық, өзінің және басқалардың құқықтарын түсіну және құрметтеу; отбасы жақындарына қамқорлық пен жасау және отбасы құндылықтарын қолдау; денсаулық, сіздің физикалық және психикалық әл-ауқатына қамқорлық жасау. Ең жоғарғы адами құндылықтар: бостандық, әділеттік, этика, махаббат, толеранттылық, білім, бақыт және көптеген құндылықтар басқа.